Мен Сейтметова Шынаргүл, алтын жағы смакан бұқаралар жиынында тұраман. Мектеп біткеруден киім тігуге қатты қызықтым. Ажапамның қолында шәкіртлікке түстім. Ол жерде керекті нелерін үйреніп алдым. Мастерлікке өттім. Өзімді өзім қылып, үйде де, цехларда да жұмыс істедім. Соның арасында тұрмысқа шығып кеттім. Тұрмысқа шыққансын балалы болғаннан кейін бұл тігуді ұмытады екенсің. Басқа талапларды істеп кеттім. Көп уақыт тігушілік кәсібінде іркіліс болды менде. Машыларым болмады, условия болмады өзімде. Соң арасында жаслар жетекшісі үйге келіп, жаслар дәптеріне кіргізді. Не зат керектігі хақында сұрады. Мен өзіме ұсы машин керек еді, сұрады. Қызығып жүрбедім, ұсыған ниет етіп, аламан, тоқ машин аламан деп. Соларды тоқ машин менен аберловка машин жаздырдым. Жаслар жетекшісі жазды. Соның арасында көп уақыт іркілмей, машин келді деп қуандырды. Әммесіне жақын жерде киімін келіп тіккізіп кетіп атырды, заказ беріп атыр, үйге киетін, бұлай киетін киімдерін қуанып атыр жақын жерден ашылғанына. Ұзаққа қатынап базарға, басқа жерге апарып жүрбедік, жақын жерден ашылғанына қуанып істеп келіп атыр әйелдер. Осы арқылы мен өзімді өзім бант қылып, киім тігу цехын аштым, көшемізде, махаллемізде. Көптеген имканиятлар беріліп жатыр. Бұның үшін президентімізге көп рахметтерімді айтамын. Жаслар жетекшілері, олардың жоғарысында басшыларға, һәмме басшыларға рахметімді айтып қаламын.